Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге гүл ханым рецептісін ұсынатын боламын. Дәмі өте дәмді әрі тойымды тамақтың түрі, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны өткізіп алмай, толық қарауыңызды сұраймын. Салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Пиязымызды ұсақтап тураймыз. Орташа көлемде ыдысымызға салып, капустамызды да дәл пияздың көлемінде турауға тырысамын. Барлығы бірдей болып тұрған ұнайды маған. Турап болғаннан кейін қалауыңыз бойынша тұзын, қара бұрышын салып, татымына қарай бір келкі жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей дайын болды, енді бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды жайып алатын боламыз. Достар, мен қамыр илеу жолын көрсеткен жоқпын, себебі менің арнамда қамыр илеудің құпиясы бар. Соны төмендегі описание бөліміне қалдырып өтемін. Сол жерден қарап илесеңіздер болады. Қамырымызды жайып, өзімізге керекті қалыңдықта жайып алатын боламыз. Өте қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа көлемде жайып алғандарыңыз дұрыс. Өз формасын ұстау үшін. Мінекей менің қамырым дайын болды, шеттері юбка болмай, яғни бір тегіс жайылды. Дәл осындай етіп сіз де жайып қараңыз. Енді өзімізге керекті пішінде кесіп, ұзынша көлемде мінекей көріп тұрғандарыңыздай дайындап аламыз барлығын. Достар, мен бірінші рет жасап отырсам да дәмі деген керемет болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей енді ортасына салмасын салатын боламыз. Бастапқы кезде мен салманы өте толтырып қалың қылып салған екенмін. Орташа көлемде жұқалап салсаңыздар да өте әдемі болып шығады сіздің гүл ханымдарыңыз. Мінекей салып болдым. Енді осының үстін бетін жауып, өте қатты қысудың да қажеті жоқ. Тек қана жауып басыңқырап қойсаңыз болды. Енді гүл тәрізді етіп жинайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей шықты. Шеткі бөлігін екі жанына қаттыға басып қысып қоятын боламыз. Піскен кезде ашылып немесе жаңағы шашылып қалмау үшін ішіндегі салмасы. Екіншісінде дәл осылай жасайтын боламыз. Бір гүл ханым, яғни ханымның өзіне де тойып қалатын өте тойымды тамақ жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Екіншісінде дәл осындай етіп гүл тәріздес етіп жинайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Барлығын дайындап алдым. Енді осыны мантаваркамызды майлап, жақсылап салып, арасын алшақ етіп, қайнап тұрған суымызға 45 минут пісіріп алатын боламыз. Өтті, біздің гүл ханымдарымыз пісті. Байқасаңыздар, жабыспайды, езілмейді, өз формасын ұстап керемет болып шығады. Сіздер де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантып, осындай тойымды аспен қамтамасыз етсеңіздер, отбасы мүшелеріңізге ұнайды әрі қуанып қалады деген сенімдемін. Енді дәмін көретін боламыз. Қалауыңыз бойынша кетчуп, майонез, айран немесе пайдаланып ұсынуға болады. Қара бұрыш, қызыл бұрышын да қасына қосып берсеңіздер өте тойымды, керемет кешкі ас боларына сенемін.
Дәмі енді керемет болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте тойымды тамақ. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира.